Ғаділбек, жан достарың бар ма? Жолдасым көп негізі. Жолдастарым, Аллаға шүкір, көп. Жолдас пен достың қандай айырмашылығы? Мен ойлаймын, былай, жолдас деген сәлемің түзу, ниетін сол адамға түзу. Жолдас деген атына айтып тұр. Күнде көрмесең де арасында бір хабарласып, қал жағдайын біліп, көрген жерде ниетің түзу болып, бір-біріңмен жақсы қарым-қатынаста болса, сол жолдас деп ойлаймын. Дос енді ол кез келген жағдайда жанынан табыла білетін, және сен оның жанынан табыла білетін, кез келген жайда сені түсінуге тырысып тұратын адамды мен дос деп айтамын. Ал қанша досың бар? Досың бар ма? Дос бар, Аллаға шүкір, бірақ санаулы өте. Шындыққа Өнер адамдардың ішінен қайсысы саған дос, қайсысы жолдас? Мен мысалы дос деп айтамын, кез келген өзім ойымды айта алатын. Ақылбек бар, бауырым. Ақылбек Жемин. Иә. Райымбек деген інім бар, бауырым деп айтайын, інім демей ақ қояйын. Тарту тобындағы. Ербол деген бір жас жігіт бар. Енді өнерге қадам басып келе жатыр. Сол азамат бар досым деп айтуға болады. Енді өмірде кімді және нені кешіре алмас едің деген сұрақ бар. Өзіңнің біреуге жасаған жақсылығыңды, біреудің саған жасаған жамандығын тез ұмытып кет дейді. Сол адамның адами қасиеттерінің бірі, ол бірден бола қоймас дегенмен де соған тырыса білу керек деп ойлаймын. Сондықтан кекшіл болма, көпшіл бол дейді ғой, негізі аталарымыз сол қағиданы жалпы ұстанған адам негізі біреуге қатты ренжісем, оны ұмытып кетуге, мән бермеуге тырысамын. Сондықтан мен ойлаймын, қандай қиын жағдай болса да ұмытып кетуге тырысамын негізі. Ал енді Ақбота Керімбекова мультфильм көруді жақсы көреді екен. Ал өзіңші киноға қандай әуесің бар ма? Мен кино әуесім бар, әрине. Маған сол мағыналы кинолар ұнайды. Мен осы жақында осы ең соңғы өзіме ұнайтын кино жаңағыдай 17-ші номерлі хоккейші жайлы. Геннадий Харламовтың. Иә, Харламовтың тарих туралы кино ұнады. Соңғы көрген сен фильмің. Көп сол соңғы көрген кинолардың ішінде ұнаған сол кино. Маған өзіме ерекше ұнаған, жалпы өзіміздің отандық кинодан айтып кетейін, мен сондай кинолар көп болса деп өзім ойлаймын. Жау жүрек мың бала киносы өзіме қатты әсер алды. Өзім бірнеше рет бардым, семьямды алып барып көрсеттім. Сондай бір кино, мақтануға, риза болуға тұратын кино деп өзім ойлаймын. Жалпы жанр таңдамаймын негізі. Осындай деп өлмеймін. Жақсы кино болса болды. Түсінікті. Ал енді соңғы оқыған кітабың не туралы? Бір кішкене мазмұнын айтып берсең бізге. Кітап оқисың ба жалпы? Мен шынымды айтайын, әдеби кітаптарды көп болды оқымағалы. Бірақ мен кішкене ислам туралы кітаптар оқимын. Дін туралы? Дін туралы, жалпы салт дәстүр туралы сондай кітаптар. Семья, жанұя туралы, себебі өзім жанұя болғаннан кейін білмейтініміз де көп, соны үйренуге. Сондай кітаптар оқитын. Олай болса, әңгімемізді осы жерін үзе тұрып, тілшілеріміз дайындаған бейне сюжетке назар аударайық. Одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Аударайық. Жарайсың бағдарламасы халықтың сүйікті әншісі Мақпал Жүнісованың шаңырағында қонақта. Әнші бүгін бізге сахнадағы сұлулығы мен өзіне жасалған ең қымбат сыйлар жайында сыр шертеді. Мен өзім боянам. Қолым үйреніп қалған. Мен таңертең тұрып 10 минуттың ішінде тез бояна салам. Қолдың өзі солай жүгіріп тұрады. Тез бояуға. Ал арнайы маманның көмегіне Мақпал ханым тек анда-санда ғана жүгінеді екен. Үлкен концерттерде Лена Камендровская деген менің грим салатын келіншек бар. 20 жыл болды. Тұрақты бір кісімен ғана қызмет жасаймын. Үнемі толқынданып тұратын, көп өзгеріске ұшырай бермейтін шаш үлгісі табиғаттың берген сыйы дейді. Бірақ оның құпиясы да жоқ емес. Бұрынғыдай шаш жоқ қой, түсіп қалған қой бәрі. Сондықтан да кішкене былай қомақты болып тұру үшін кішкене бөгеде араластырып салатын кезім болады. Уақыт шіркін өте берді бөгелмей, екі жұлдыз тұрды аспанның жүзінде, екеуімді қимай тұрмыз дегенде. Әншінің тағы бір ерекшелігі өзіне жарасында ең көп киетін бас киімдері мен орамалдары. Тіпті сахнадан тыс уақытта да үнемі басына орамал тағып жүреді екен. Шляпа киемін, ебім болса орамал тағып жүремін. Менен көріп көп қыздар сондай неде жаңағы шыға бастапты. Онда мен байқап қалдым. Сіздердің жарайсыңда ана жол бір қыз отырды ғой. Ал сіздер бізбен бірге болыңыздар, біздің қызықты сұхбатымыз әлде жалғасын табады. Дәл сонда менің костюмім бар. Бірақ мен оны жаңағы
онша көрсете қойған жоқ едім. Мен өзімді көріп қалдым ба деп шошып кеттім мен. Бұл жерге түспеген сияқты едім ғой деп. Ол өте жақсы, өзіне жарасып тұр. Ол дұрыс. Мен оны құптаймын, мен оны қызғанып отырған жоқпын. Қыздар жалпы әдемі қыздарға бәрі жарасып тұрады. Мақпал ханымның кішкентай сұлу қызы Мерей биыл 11 жасқа толыпты. Және туылған күні 6 шілде. Иә, ол кісінің туған күні 6 шілде. Астана күнімен тұспа-тұс келетін туылған күнін Мерей биыл Астанада өткізді. Себебі Мақпал ханым әлі Астананы аралап үлгермеген екен. Астанада мен өмір бәйтеректе де болып көрмеген. Ешқай жерінде болып көрмеген. Олай болса, Мерейдің мерекесін жақсы тойлап қайттыңыздар деп сенеміз. Ал анасының көз қуанышы болып бой түзеп келе жатқан Мерейге анаңның мерейін өсірер қыз бол деп тілек білдіреміз. Ардағым, үміттарай ән бағым, жайма шуақ жарығым менің. Нұрлы таңым, ертеңім, қызғалдағым, көркемім. Және сөз соңында әнші үлкен жаңалығымен бөлісті. 50 жылдықты енді атап өткен дұрыс шығар деп отырмын. Барлық жиған тергенімізді шашамыз. Халықтан алған ақшамыздың бәрін. Тойға барып қызмет жасап жатырмыз. Құдай қаласа сол мына Астанада октябрьдің 12-сінде, Алматыда сол декабрьдің 25-і ме, сол 20-сынан ары қарай мен 50 жылдығымды атаймын, Құдай қаласа. Ғаділбек, жалпы бүгінгі таңда көп әншілер шәкірт тәрбиелейді. Сенің өнеріңді кім жалғастырады? Ойым бар қазір. Бұрын ондай ой жоқ еді менде. Өзім шәкірт болдым. Енді уақыттың өзінің бір деңгейіне келеді ғой, енді осы ағаларымыз өзімізге көрсетіп келе жатыр, шәкірт тәрбиелеу қандай болады. Ол негізі оңайда дүние емес. Бір жалпы адамға өміріне өзің мойнына алу деген сөз ғой, шәкірт деген. Сондықтан ол тек қана шәкірт тәрбиелей салам деген жеңіл ой болмау керек деп ойлаймын. Сондықтан негізгі ойым бар. Құдай қаласа бір жалпы ізденіс үстінде жүрмін. Бір маған енді жаңа айтады ғой, талантынан бұрын негізгі адами қабілет, қасиетімен көрінсе, одан кейін талантымен бірге ұштастыруға алып кетеді деп ойлаймын. Сондай бір азамат болса. Бүлдіршінің демекші, қызыңды немесе осы иншалла алда болашақта енді балаларың болып жатады, өнерге жақындатасың ба, әлде бұған тыйым саласың ба? Негізі өнерден алыс болса екен деп өзім ойлаймын. Білмеймін енді оны. Жалпы қиын жол, өнер оңай жол емес. Енді қай жолында өзінің қиындықтары бар болар. Егер ұл бала болса, оны ойланармын, бірақ қыз балаға мен шама кеш ойлаймын. Кішкене өнерден басқа сондай айналысса деген өзім ойым бар. Көреміз. Лұқпан ағаны сен туралы бір сөзінде Ғаділбекті Каспийге шақыруға ой болған. Алайда Ғаділбектің табиғатына жеке орындаушылық жарасады. Сахнада жалғыз тұру жарасады дейді. Тағы кімнің айтқанына, ақылына, берген кеңесіне құлақ асасын? Ондай адамдардың бәріне Аллаға шүкір бар. Мен шынымды айтайын, айта кетейін, аттарында айта кетейін. Тіл өтпесін деп қояйын. Әсет Масабаев деген ағам бар. Ол кісі таза осы өнердің өзінің жаңағы майын ішкен дейді, сондай азамат. Және өзінің ойын нық айтады, тік айтады, дұрыс емес жерін дұрыс емес деп айтады. Өзінің ағалық ақылын тік айта білетін азамат. Сондай Әсет деген ағаммен көп ақылдасам, одан кейін Болат Нұрғазин деген жаңағы сен үшін деген әнді айтып кеттік. Соның авторы. Тамаша әдемі әндері бар, Құдай қаласа шығып қалып жатады. Осы екі азамат негізінен осы өнер жайында көп ақылдасам және ақылын алам. Енді Лұқпан ағадан кейінге деп айтуға болады. Негізгі ұстазымыз осы кісі ғой, Лұқпан ағамыз ретінде. Түсінікті. Енді әріптестерінің барлығы делік осы әлеуметтік желінде отырады. Ал өзіңше қай жерде тіркелгенсің? Мен қайдан табуға болады сені? Твит ауыл деп ат қойды ғой біздің Қазекеңге. Твит ауыл деген сол ауылдамыз бәріміз. Бір ауылдамыз, қал жағдайымыз біліп тұрамыз. Контактта бармын сол. Бол басқа жақта жоқсың? Басқа жақта жоқпын. Барлық жерде Ғаділбек Жанай шығып жатса, ол фейк, яғни. Сөйтіп ойлай беруге болады. Ғаламторда сен не көбінесе қызықтырады? Бір әуестігім бар, хобби дейді ғой, әуестік. Ол футбол. Сол футбол жаңалықтарын мен көп қараймын. Енді ол хобби ретінде адамның бір айналысатын дүниесі болу керек.
бул бир сәл кичкене башкача кырым деп ойлосом да болот. Өзүбүз 2 рет ойнап турабыз аптасына. Биздин Ала Тау деген командамыз бар, айта кетейик. Оның жаңалықтарымен келесі кезде бір келіп бөлісе жатарсың. Арнайы бір келер менде. Бүкіл командамен келу керек уже. Командамен келейін, алып келем десең да. Керемет. Ғаділбек, енді біздің сұрақтарымыз осымен тәмам, бірақ Бізде дәстүр бар, келген қонақ бізге қонақ кәде сыйлайды, сондықтан сенен. Қазір домбырамды алайын. Ауылдың баласымыз ғой, бір әудемейтін қазақ жоқ деп, бір кішкене жаңа айтып кеткен Болат ағамыздың әні сен үшін деген бір куплет айтып көрейін. Бастаймыз ба? Маэстро музыку де. Сарғайған мұңды көзгеп, суында от кеуде, сені әлі жүрмін іздеп, сен алмай жоқ деуге. Еліктірген еркедің сен жаным, өртедің сен жүрегімді. Сол көктемнің көркедің сен бағым, көзге айналдың енді. Сен үшін жаралдым, жаным дегем, сен үшін адалмын, арым дегем, сен үшін ғаламның бәрін берем, сен үшін, сен үшін. Бәрекелді, керемет дауыс. Рахмет. Ғаділбек, студиямызға қонақ болып, ішіңдегі сырыңмен бөліскеніңе. Рахмет саған. Сіздерге де рахмет, өсе беріңіздер. Ертеңгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Жанна Орынбасарованы жайбасар әнші дейтіндер қателеседі екен. Кастингтерге барғанмын, бірақ менің бет әлпетім келмейді қазақ рөлдерге деп маған мені алмай қойды. Еңбек әншінің жаңа бейнебаяны. Менің ойымша бұл сөздер, әндегі сөздер көпшілік халықтың өмірінде болған нәрсе. Сау кесе. Сен ғана жалғанда бастайтын мені таңдарға. Жарайсыңда қайта кездескенше. Жаңалық тыңдаймын, салиқалы сұхбат естимін деушілерге мархабат дейміз. Ендеше ел арнада, ел аманда жүздесейік.